Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз 7-ші тарау газ заңдары, тақырып идеал газ күйінің теңдеуі деген тақырып. Бұл тақырыпта біз идеал газ күйінің теңдеуімен, универсал газ тұрақтысымен танысатын боламыз. Және идеал газ күйінің теңдеуін есепте шығаруда қолданамыз. Газдың қандай да бір массасының күйі 3 параметрдің мәнімен анықталады. Ол қысым, көлем, температура. Осы параметрлердің бірінің өзгеруі басқаларының да өзгеруіне ықпал етеді. Термодинамикалық параметрлердің байланыстыратын теңдеуді біз газ күйінің теңдеуі деп атаймыз. Енді бұл газ күйінің теңдеуінің негізін қалаған зерттеуші ғалым ол Бенуа Пол Эмиль Клайпрон, француз физигі және инженер. 1834 жылы Бойль Мариот, Гелиустақ және Авогадро заңдарын біріктіретін осы идеал газ күйінің теңдеуін, яғни Менделеев-Клайпрон теңдеуінің негізін қалаған. Және 1874 жылы Менделеев бұл теңдеуді жалпылаған. Заттың балқу және қайнау температуралары мен қысым арасында байланысын орнататын теңдеуді қорытып шығарған. Және ең алғаш термодинамикалық процесті қысым мен көлемнің диаграммаға бейнелеп, термодинамикада графикалық әдісті енгізген болатын. Енді бір құрметті оқушылар, біз осы идеал газ күйінің теңдеуін онлайн мектеп платформасынан толықтырайық. Идеал газ күйінің теңдеуі, яғни газдың қандай да бір массасының күйі 3 параметрін өзгереді жаңағыдай. Енді бізде екі тұрақты шаманың көбейтіндісі ол бізде R-ді береді. Бұндағы R дегеніміз универсал газ тұрақтысы. Ол заттың 1 молын 1 кельвинге дейін қыздырып арттыру үшін жұмсалатын энергия қажет екенін көрсететін физикалық шама. Сонымен идеал газ күйінің теңдеуін қалай қорытып шығаруға болады? Және бұның біріккен газдар үшін қалай қолдануға болады деген сұрақ туындайды, балалар. Енді біз келесіде осы идеал газ күйінің теңдеуін қорытып шығарайық. Оны қорытып шығару үшін балалар, біз қайтадан мен экранымды қосып алайын. Так, Google аккаунттан Jamboard тақтасын қосып алдым. Жақсы, енді идеал газ тұрғысында сөйлегеннен кейін біз әрине идеал газ күйінің теңдеуін қолданатын боламыз. Идеал газ күйінің негізгі теңдеуін жазсақ, балалар, P тең болады NKT. Бұндағы N дегеніміз молекулалардың шоғыры немесе концентрациясы. K дегеніміз Болцман тұрақтысы. Бұндағы кішкентай N-ді табу үшін молекулалардың санын бөлеміз көлемге. Ал молекулалардың санын табу үшін зат мөлшерін көбейтеміз N-ға. Ал зат мөлшері дегеніміз не? Зат мөлшері дегеніміз дененің массасын молярлы массаға бөлінісіне тең. Міне, құрметті оқушылар, бұл біздің жаңағы идеал газ күйінің теңдеуінің қорытып шығару үшін қолданылатын құрамды формулалар. Жақсы, ары қарай кеттік, келесі. Енді орнына қойып шығамыз. P тең болады N бөлінген V. K T тең N-нің орнына ньюді қоямыз. Нью NA бөлінген көлем K көбейтілген T. K көбейтілген T болып шықты. Енді теңдікті бұлай ретке келтірейік. Қысым мен көлемді теңдеудің мына жағына шығарсақ, нью
Na Авогадро саны көбейтілген КТ деген форма шықты, міне. Жаңағы онлайн мектептегі алған білімімізді қолдана отырып, құрметті оқушылар, міне, екі тұрақты шаманың көбейтіндісі бізде нені береді деп айтты? R деген шаманы береді деді. Сонымен, құрметті оқушылар, енді жазайық, міне. Қысым көбейтілген көлем тең болады. Мына жерде мына формуланы жаза кетуге болады. Масса бөлінген молярлы масса. Көбейтілген RT. Міне балалар, бұл бізде универсал газ күйінің теңдеуі. Немесе Менделеев-Клайпейрон теңдеуі деп аталады. Не үшін Менделеев-Клайпейрон теңдеуі екенін жаңа ғана сіздерге айттым. Ал құрметті оқушылар, бұндағы R дегеніміз универсал газ тұрақтысы деп айттық. Оның мәні тұрақты әрине. Өйткені екі тұрақты шаманы көбейтсек бір тұрақты сан шығады. 8,31 ешқандай дәреже жоқ. Өлшем бірлігін жазамыз міндетті түрде. Джол бөлінген Кельвин мол екен. Яғни бір мол затты бір кельвинге қыздыру үшін жұмсалатын жылу мөлшерін сипаттайтын физикалық шам екен. Міне, бұл бізде универсал газ тұрақтысы деп аталады. Келесі, енді осы универсал газ тұрақтысы негізінде Менделеев-Клайпейрон теңдеуін біз біріккен газдар үшін қолдансақ қалай болады дейді. Біріккен газдар үшін қолдану үшін біз айнымалы шамаларды бір жағына қарай жіберейік дейді. Біріккен десе балалар екі газ қайтып тұр, қосылып тұр деген сөз, иә? Қосылып тұр. Онда бірінші жазайық, жаңағы Менделеев-Клайпейрон теңдеуін жазып аламыз. ПВ М бөлінген молярлық масса RT деп. RT. Так, біріккен газ үшін жазып алайық. Айнымалыны бір жағына, теңдіктің бір жағына жіберейік. Бір жағына жіберсек, міне, бірінші газ үшін P1V1 бөлінген масса М1 дей салайық, P1 тең болады R бөлінген М. Молярлық масса. Келесі P2 V2 бөлінген М2 Т2 тең болады R бөлінген М. Сонымен теңдікті екі жағын біріктіреміз. Өйткені біз біріккен газ үшін қарастырып отырмыз. Бұл Менделеев-Клайпейрон теңдеуін бөлінген М1 Т1. Келесі екінші газды теңестіреміз. Қысымды 2 балалар, 2 V2 М2 Т2. Енді бұл жағдайда біз массаларын тұрақты деп есептеп алатын болсақ, балалар, онда бізде біріккен газ үшін Менделеев-Клайпейронның теңдеуі бізде былай жазылады екен. P1V1 бөлінген Т1 тең болады P2 бөлінген, көбейтілген V2 бөлінген Т2. Немесе екеуінің қатынасы тұрақты болады екен. Міне, балалар, бұл бізде біріккен газ үшін идеал газ күйінің теңдеуі деп айтамыз. Біріккен газ үшін идеал газ күйінің теңдеуі. Енді біз келесіде бұл параметрлер бойынша егерде біреуі өзгеріп, екеуі өзгермеген жағдайда, немесе екеуі өзгеріп, біреуі өзгермеген жағдайда қандай процестер болуы мүмкін, соны қарастыратын боламыз. Міне, бұл бізде Менделеев-Клайпейрон теңдеуі ұсынған негізгі идеал газ күйінің теңдеуінен шыққан формуламыз. Жаңа шықтық. Жақсы. Келесіде тағы қарастыра кететін ұғым, балалар. Жаңағы бізде қоспаның молярлық массасын қалай есептеуге болады? Қоспаның десе, иә? Онда біз қоспаның молярлық массасын анықтау үшін
қоспаның молекулярлық массасын анықтау үшін бізде есептер шығаруда қолданатын боламыз, балалар. Сонда әр газдың массаларын қосып шығамыз, ол 1, 2, 3 немесе ең сан массаның ең дәрежесіне кетуі мүмкін, иә? Және зат мөлшерлерін қосып шығамыз. Нью ең деп. Міне бұл бізде, құрметті оқушылар, қоспаның молекулярлық массасын анықтайтын формула. Келесіге қарайық, жаңағы бізде газ қоспаларының, яғни біріккен газ үшін жазып алдық, мына формуланы. Егер де мына жерде бізде температура тұрақты болып қалатын болса, онда бізде екі шамаға байланысты былай өзгереді екен де, бұл изотермалық процесс болып саналады. Ал қысым тұрақты болған жағдайда ол бізде изобаралық процесс болып саналады. Көлем тұрақты болса, бізде ол изохоралық процесс. Енді осы параметрлердің өзгеруін график түрінде сипаттасақ, келесі бетке қарайық. Келесі кестеге қарасақ, балалар, міне физикалық шамалар тұрақты шама, яғни температура болған жағдайда, бізде Бойль-Мариот заңы деп аталады. Оның графиктері осындай үш түрде кезігеді бізге. Яғни ПВ болғанда, ПВ қысым мен көлем болғанда температураның графигі бұлай болады. Ал ПТ болған кезде бұлай, және ВТ болған кезде бұлай екен. Осылай көрсетілетін вертикал бағытта температураның графигін көрсетуімізге болады. Яғни бұл жерде өзгеретін шама бізде қысым мен көлем. Келесі изобаралық процесс, ол бізде Гей-Люсак заңы деп аталады, изобаралық процесс үшін. Онда бізде изобара қысым тұрақты деген сөз. Қысым тұрақты болса, яғни көлем мен температура өзгереді. Яғни көлем мен температура өзгеріп жатса, қысымның негізгі графигі былай түседі. Ал қысым мен температура болса, қысым изобара былай кетеді. Қысым мен көлем болса, изобара былай кетеді екен. Келесі изохоралық процесс үшін, онда көлем тұрақты деген сөз. Онда екі параметр өзгереді. Қайсы? Қысым мен температура. Яғни қысым мен температура былай болса, бізде оның жаңағы изохоралық процесті былай анықтауға болады екен. Міне бұл біздің жаңағы біріккен газ заңдарының өрнегін изопроцестерде қолдану болып табылады. Изобара, изохора, изотермалық процесте. Барлық графиктерді бір графикке сала салуға да болады, балалар, міне. Мына жерде бізде изохоралық, изобара, міне, изобаралық процесс, және изотермалық процесс. Ал бұдай төменірек түсіп жататын болса, бізде ол адиабаталық процесс. Ешқандай жылу алмасусыз өтетін процесс. Келесі есеп шығару үлгісіне қарайық. Поршень астындағы ыдыстағы масса 10 грамм дейді. Оттекті 18 градус температурадағы қысымы 0,303 мегапаскал дейді. Тұрақты қысымда деп тұр. Онда изобаралық процесс, тұрақты қысымда қыздырылған оттектің көлемі 10 литрге жетті. Оның В1 бастапқы көлемі мен Т2 соңғы температурасын анықтаңыз дейді. Берілген мәндер бойынша негізгі берілген физикалық шамаларды жазып аламыз. В1 мен Т2-ні табу керек. Халықаралық бүліктер жүйесін айландырдық, міне. Енді жаңағы бүгінгі тақырып бойынша Менделеев-Клайпрон теңдеуін жазып аламыз. Ең бірінші жағдай үшін жазып аламыз, бастапқы күй үшін. Бастапқы күйі бойынша В1-ді түрлендіріп аламыз. Сол бойынша көлем бізде 2,4 көбейтілген 10-ның -3 дәрежесі метр кубқа тең екен. Келесі екінші жағдай үшін қайтеміз Менделеев-Клайпрон теңдеуін тағы да жазып аламыз да, бұл жерден Т2-ні түрлендіреміз. Яғни негізгі формуладан туынды формуланы түрлендіре отырып, Т2 бізде 1167 кельвинге тең екен. Сонымен, құрметті оқушылар, бүгінгі біздің сабақта қарастырған біліміміз идеал газ күйінің теңдеулері және идеал газ күйінің теңдеуін есептер шығаруда қолдануды қарастырдық.